өз барысымен танысып өтейік. Бүгінгі сабағымыз біздің тригонометрия тарауының қайталау сабағы болатын. Бірінші, бүгінгі сабағымыздың барысын қысқаша сіздерге танысып өтетін болсақ, бірінші ұйымдастыру кезеңі, екінші үй тапсырмасын сұрау, одан кейін үшінші кафот әдісімен жұмыс жасаймыз, онда жеке жұмыс жасалады. Және спиннер әдісін қолданамыз, ол жерде жұптық жұмыс жасаймыз. Және тарси әдісін қолданамыз, ол жерде сіздер топтық жұмыс жасайсыздар. Және қорытындысы баскетбол әдісімен қорытынды жасаймыз, яғни бағалаймыз, үйде тапсырма беріледі. Соңында рефлексияны Instagram парақшасына кері байланыс жазасыздар. Күндегі әдіс бойынша. Олай болса, бірінші баскетбол әдісі және жаңа бағалау, соны қысқаша түсіндіріп өтетін болсақ, бізде бағалау парағы мынау бар баскетбол әдісіменен. Қазір өздерің әр сабақтың жаңағы түрлерінде қанша балды аласыңдар, сол балды келіп, мынау жасыл, қызыл және сары түсте бізде бағалау парақтары бар. 5 алған оқушылар жоғары баллында жасыл түсті таңдайсыңдар. Екінші 4 алған оқушылар сары түсті және 3 алған оқушылар қызыл түсті таңдап, әрқайсыңыз өз топтарыңызға нәтиже келіп салып кетесіздер. Бұл жерде бүгінгі сабақта негізі бағалау әдісін жұптық әдісін қолданайын деп тұрмын. Себебі бұл жерде жеке жұмыстан гөрі бізде жұптық жұмыс жақсы қолға алынғандықтан жұптық жұмыспен жұмыс істегім келіп тұр. Мысалы, әр орындықта отырған оқушылар бірінші, екінші, үшінші топ деп бөлемін. Сонда бұл жерде бізде 10 топ бар. Сонда ар жақтағы оқушылар 3 топ, келесі 7-ші топ, келесі 10 топ болып топтарымыз бөлінеді. Келіп топтық жұмысты орта есеппенен балын шығарып, келіп бағаларыңызды қойып кетесіздер. Олай болса, бірінші үй тапсырмасын берген едім, сендерге осы тарауды қайталау, яғни формулаларды, анықтамаларды, ережелерді үйде қайталап беретін боламыз. Сол бойынша қысқаша қойылым келіп тұр, үйде қалай оқыдық үй тапсырмаларын. Бірінші, бұрыштың координаталық шегін анықтаңыз. Яғни бұрышымыз 90-нан үлкен, 180-нен кіші болып тұр. Бізде ол қай ширекті анықтап тұр? Жырамызға қай ширекті анықтап тұр? Екінші ширек, одан кейін сайфамыз? Одан кейін сайфамыз, соның бірінші. Даусын шығарып айтамыз. Одан кейін 3/2 альфа. Үлкен, 3/2 үлкен. Ол төртінші ширек, пиден үлкен альфа, 3/2-ден кіші, ол үшінші ширек. Үшінші ширек. Өте жақсы. Келесі, тригонометриялық функциялардың қайсысы жұп, қайсысы тақ болады бізде? Динара? Тригонометриялық функциялардың ішінде косинус жұп, синус, тангенс, котангенс тақ болады. Функцияларымыз тақ болады. Өте жақсы. Қай функцияның ең кіші оң периоды 2π болады бізде? Бағнұр? Синус, косинус функцияларының ең кіші оң периоды 2π-ге тең. Келесі, ең кіші оң периоды π-ге тең болады бізде орас? Ең кіші оң π-ге тең ол тангенс пен котангенс. Y-тен синус альфа және Y-тен косинус альфа функцияларының анықталу облысыменен мәндер жиынын анықтайық, жасайық. Анықталу облысында -1/100-ден +/100-ге дейін, ал мәндер жиынында -1-ден 1-ге дейін. Өте жақсы. Және бізде бұрыштар берілген, осының қай ширек екені және таңбаларын анықтайық. Бізде синус 50 градус қай ширекте және таңбасы қандай бая? Ол бірінші ширекте жатыр, және таңбасы плюс. Келесі косинус 220 табылады. Ол үшінші ширекте жатыр, минус таңбасы. Таңбасы өте жақсы. Тангенс 120 градус табылады. Тангенс 120 ол екінші ширекте жатыр, және таңбасы минус. Келесі косинус 298 градус сатына. Төртінші ширекте жатыр, таңбасы плюс. Келесі синус 150 градус. Автория. Екінші ширекте таңбасы ол. Косинус 230 градус. Әсем? Косинус 230. Үшінші ширекте жатыр, таңбасы минус. Тангенс 347 градус. Нұрдәлет. Бізде тангенс 347 градус, бізде төртінші ширекте минус таңбасы. Минус таңбасымен. Келесі косинус 14 градус. Жана дейін. Бірінші ширек минус таңбасы. Өте жақсы. Үйде біраз сабақтарды қайталаған сияқтымыз. Ал енді біз жеке жұмыс түрінде жаңа айтқанымыз кафот әдісін қолданамыз деп барлықтарыңыз телефонда қоссаңыздар және осы қазір 10 сұрақ беріледі және соңында пайыздарымыз есептеледі. Сол пайыздар бойынша жұптық жұмыс бағалауы былай болады. Қазір әрқайсының өздерінің бағаларында пайыздарын шыққаннан кейін екеуін қосып екіге бөлеміз. Сол қанша баға болады, сол бойынша
бағалау несіне әдісіне барып саламыз. Түсінікті ғой? Ал олай болса бастайық. Бізде бәрі оқушы түгел сияқты 20 оқушыдан кіріп тұр. Ал бастайық онда. Сұрақтар көріп жатса айтыңдар. 10 сұрақ берілген, әрқайсысы жеке көргім келіп тұр. Бір радиан бұрыш дегеніміз не? Ұзындығы шеңбердің радиусына тең болуға тірелетін центрлік бұрыш. Көрініп тұр ма? 30 секунд уақыт берілген оқушылар. Егер одан бұрын жауап берсеңіздер, қалай жауап шығады? Келесі. Next. Кімдердің жылдам жауап бергендер көрініп тұр бізде? Келесі. Координаталық шебекте бұрыштың косинусы қандай мәндерді қабылдайды? Әр сұраққа 30 секунд уақыт берілген оқушылар. Қандай қандай мәндер қабылдайтын табамыз келесі сұрақта. Яғни формуланы жалғастырамыз дейді. Таңгелсалға. Қарсы жатқан катеттің гипотенуза сағат қатынасын береді. Сары түсте тұрған қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Қандай бұрышларда синустың косинустың мәндері нөлге тең болады? Қандай тригонометриялық функциялар бізде тақ функциялар деп аталады? Бәрін жақсы кеткенде сразу 10 секундтар беріп өте жақсы. Синус және косинус функциясының екінші үлгілері. Тангенс функциясының мәндер жиынын табыңыз. Сексашка функциясының мәндер жиыны. Және соңғы сұраққа келді. Тригонометрия сөзінің мағынасы.
Өте жақсы оқушылар, барлығымыздың да интернеттің жақсы істеді, барлығымыз қатыстық. Енді бізде жылдамдық жағынан оқушылар, бізде Толғанай 3-ші орын, Алихан 2-ші орын, Нұрислам Сақтыбай 1-ші орын, Нұрислам 1-ші орын. Жылдамдық жағынан, 4-ші, 5-ші бізде Жансая мен Рамазан екен. Ал енді қазір кімнің қанша пайыз жинағанын соған қарай бағалаймыз оқушылар, қаншасы дұрыс, қаншасы дұрыс емес екенін ашып тексерейік. Онда оқушылар кімнің қанша пайыз жинағанын айтайық. Біздер Нұрислам 100%, Алихан 100%, Толғанай, Жансая, Рамазан 100% көрсетті бізде. Балнұр, Салтанат, Нұрдәулет, одан кейін Ораз, одан кейін Ахмет, Ерсұлтан 90% жинап тұр бізде. Майя, Динара, Ақтөре, Әсем 80%, Жанболат, Жаналидзин, Аида 70%, Бағдәулет, Алия 50%. Демек, өздеріңіздің балдарыңызды қазір қосып, екіге бөліңіз деді, кімнің қанша пайыз жинапты, соған қарай бағалап беріп, бағалау қарамақ қаларыз. Кәске арасында. Анда сізден байқалды. Забралаем, Спиннер арасында әр жұпқа спиннерде бір-біріне беремін. Және топтың бір оқушысы көзін жұмып, осыны айналдырып тұрады. Мен стоп дегенде тоқтаймыз. Кімге қай есеп келді, сол есепті сол жұп шығарады. Алқаны біреуіміз бұлай қолымызға көтеріп, бұлайына айналдырып тұрамыз. Бетін сөйтіп, мен стоп дегенде тоқтаған кезде кімге қай есеп келеді, соны есептейміз. Айналдыра береміз. Көзімізді жұмып тұрамыз, бірақ айналдырып атқан оқушы стоп. Ал кімге қай есеп түсті, сол есепті жұптен шығарамыз. Біреуіне шығарсақ есеп. Мен әр топтан бір 4 оқушыны тақтаға шығарғым келіп тұр. Сол 4 оқушыны тақтаға шығарып, қосымша бағалаймыз. Балны тақтаға шығамыз. Одан кейін Алихан, Нұрислам и Жансаяны шығарып келеміз тақтаға. Жұбы көмектессе болады, егерде шығарылмай қалатын жағдай болса, жұптары келіп көмектессе болады. Она же хорошо не слышит. Она не будет,
Anlasaya bulup ne istedik? Әйелі ең алдымен 336 градус дегенді шамдап алып, 382 18 градус деп, осы арқылы қалғандардың жасындағыны келесі теңбекте бұны қайтадан ұштатады қос бұрыш арқылы. Яғни косинус квадрат 18 градус, азайтылған синус квадрат 18. Қандай формулаға салды? Қос бұрыштар. Содан кейін қайтадан істеген кезде минус бұдан алды минус, ал бұл 12-ның алды плюс болғандықтан екеуі қысқарып кетеді. Бұл жерде квадрат болғандықтан, ал астында косинус 18 градустың өзі болғандықтан бөлініп кетеді дағыны косинус 18 градустың өзі қалады. Жақсы отам. Алма? Бұл жерде мен бірінші нелердің барлығын градусқа алып болдым. Содан кейін бұл формула косинус альфа қосылған бетта деген формула береді, яғни бұл жердегі альфаның орнында осы, ал беттаның орнында метр 120 минус альфа, 120 градус минус альфаның орнында, ал беттаның орнында 60 градус қосылған альфа тұр. Яғни бұл екеуін қосамыз, сол кезде косинус 120 қосылған 120 градус қосылған 60 градус, яғни бұл косинус 180 градус, ол минус 5 альфа. Ең алдымен осы берілген функциялардың келтір формуласын саламыз. Яғни 5 пи бірде тақ болғанда, осы катангенс минус пи бөлі 3 болады, ол бізде екінші шеректе болады, таңбасы минус болады. Одан кейін синус бірінші шеректе болады, яғни алдында келтір формуласы сәйкес минус синустың алдына шығып кетеді, сонымен 4 синус пи бөлі 6 болады. Дұрыс айтсың ма? 4 синус квадрат пи бөлі 6 деген. Минус алдына шығарамыз, синус квадрат? Жоқ. Дәреже жұп болғандықтан бізде минус шығып береді. Сонда 4-тің алдына біз минус қоямыз. Бұрыштай. Кейін косинус, осы егер біздің келтір формуласын салған болсақ, бұл екінші шерек береді, сонымен бұның таңбасы минус болады. Алдында минус пен ол плюске айналып кетеді. Кейін бұның берілгеннің мәнін жазатын болсақ, бізде катангенс пи бөлі 3-те ол мәні төбірісті 3-тен 1-ге тең, ол алдында коэффициент минус 3 пен минус төбірісті 3-ке қысқарады. Кейіннен пи бөлі 6-та бізде 2-тен 1-ге тең, ол квадраттайтын болсақ, ол 4-тен 1-ге тең. Алдында минус пен болса 4-пен, сонда 4-тен қысқарады, бұл 4 бізде 1 қалады. Кейіннен косинус пи бөлі 6-да бізде оның мәні 2-тен төбірісті 3-ке тең, ол алдында 2-мен қысқарады. Бұнда бізде минус 1. Ана ажағында қосылды минус қой. Biz қате емеспін, мына косинус минус алдына шығарып берілген несін келтіруге шақырып Жоқ, екінші шеректі анықтады, екінші екінші шеректе. шеректе плюс түресі. Дұрыс. Келесі Нұрислам? бергендер мен градустарын анықтап алдым. Радианды градусқа негатив алды. Негатив алдым, кейін бұның градустардың мәндерін алдым. Сөйтіп болып шықты. Ұқсастарын біріктіруге сақтапамыз. Бізде қалған топтар, жұптар, мен дұрыс жауаптарды беремін. Алмасып отырып, бір-біріміздің жауабымызды тексереміз. Тексереміз, бір-біріміздің алмасып отырып тексереміз.
Есеп болса өзіне береміз, өзіміздерде и бағалаймыз. Дұрыс, есептеріңіз дұрыс болса, яғни біз жазылып ұсталамыз, барлығы дұрыс болса, егер есеп дұрыс болмаса, бізде допты алмаймыз. Ал бағамыз өзіміздер. Сізде қандай деп? Есебі дұрыс емес болса, бізде ала алмайды. Бізде барлық топ бағаланды ма? Жұрттар барлық бағаланды ма? Бәріміздің есебіміз дұрыс па? Қай жұрттың есебі дұрыс болмай қалды? Барлығымыз дұрыс, бір түрі қанша болды? Ал жақсы, олай болса, келесі үшінші әдісіміз бізде фракция әдісі. Фракция әдісінде топқа бөлінеміз оқушылар. Топқа бөліну үшін мен мына жердегі кеспе қағазда қойған. Әр оқушы керек осы кеспе қағазда бір біреу алады да, оны бізде жазылған топ бойынша сол топқа бөлінеді. Жаңа жұрттың барлығы бізде ол синус, косинус, тангенс және котангенс топтары деп бөлеміз. Қай оқушыға қай топ түссе, сол топқа барып отырамыз. Оқи аламыздар. Al келеміз. Мен топты қойған жерге айнала отырамыз. Және былай істейміз балдар. Әр топқа 5-6 оқушыдан түсіп жатыр қазір бізде. Тыңдаймыз, оқушылар. Қайсы әр топтан бір оқушыдан өздерін сайлап, орталардан бір оқушыны тақтаға шығарасыздар. Ол оқушыларға бізге формулалар беріледі, сол формулаға жауап беру керек. Және сол топқа сол балды есептеп салысып қосады өз балды. Сондықтан формулаға жауапты оқушыны топтарымызға шығарды, бір оқушыны. Қалған оқушылар топпен жұмыс жасайсыздар. Ораз шықты. Екінші қайсы шықты? Шықты ма? Өзіңізден. Келесі синустан кім шығарды? Армия, тақтан тазар жүргеніз. Келесі тангенстен кім шығарылады? Мая. Котангенстен? Жан болады. Қалғандарыңызға фракция әдісі бойынша білесіздер, алдында біз өтіп жүргенбіз. Құрастырамыз. 5 минут қана уақыт беріледі оқушылар. Есептер және формулалар жазылған. Сендер айтпашты анау нені аламыз? бәрін шашы қойын. Мен сеніз альфа қосамын. Мен саған
Ал енді бірінші топ сенсқа топтан сенсқа екі оқушыдан келіп бір-біріміздің классиатысымыздың дұрыс емес құрастырылғанын тексереміз. Келесі таңертең екі оқушы келіп тексереміз. Енді балдар бағалау тақтада жазылып тұр. Бір төр есеп аралығы дұрыс болса 2, 5-тен 13-те 3, 14-тен 7-е 17-сі дұрыстар 4, 18-те 20 аралығы 5 деген балды алады. Енді оқушылар жалғыз ғана тәпсі әдіс емес, тақтадағы формулалар бойынша екеуін қосып, екіге бөлу арқылы бағалаймыз отырамыз. Бірінші тақта синус альфадан артен шыққан болатын. Мая болсын. Формулалары бірінші синус альфа тобының дұрыс, екінші косинус істеден ма? Косинус альфа дұрыс жартып бұрышты, я? Келесі катангенс тобының дұрыс. Ал тангенс альфа тобыныңқы бізде мына бір екеуінен қате кетіпті. Яғни тангенс, катангенс деудің орнына бізде синус және косинус деп жазылған. Сондықтан біз мына 80% есептейміз. Яғни 4. Сонда сендер тангенс тобы, я? Тангенс тобы 80% және мына жақта 5 деген балалар, бірақ екеуін қосып 2-ге бөлінеді. Қанша болды? 8 бәрі 5 болып келген, я? Жарайсыздар, бәріміз өз жайымызға отырамыз, сөйтіп жұптарымызбенен балымызды есептеп, қорытынды балымыз. Осы тәсі әдісінде бізде жұптардың барлығы жасалған сияқты. Керек бәріміз өзімізге ашығымызға салып кетті бағаларымызды. Амазап,
қорытынды бөлімінде, яғни бізде қазір ұяшығымызда қандай түстерге байланысты өзімізді бағалаймыз. Қалай бағалайтын едік? Алған бағаларды қосып, үшке бөлесіздер. Сөйтіп келеміз де әркім өз тобына қанша балл алғанын келіп жазып өтеміз. Бірінші топ. Келеміз, өзін бағалаймыз. Үшеуде жасыл түскен, иә? Келеміз, бірінші топ. Қанша болып тұр орта балымыз? 5 болды. Екінші топ. 2-5, 1-4-іміз бар екен. Орта балын шығарып кетеміз. Үшінші топ. Тригонометрия тарауына қорытынды жасайтын болсам, өздеріңіз бұл тақырыпты қалай меңгергендеріңді айтып өтетін болсам, бізде бірінші топ балым мен нұртөбек өте жақсы 5 деген балл алды. Яғни барлық тақырып өте түсінікті деген сөз. Екінші топ бізде Әлия мен Ерсұлтан 4,6 балл деген. Яғни 4 пен 5-дің ортасында әлі де үйренеріміз бар, иә. Келесі үшінші топ бізде 5 деген балл алды. Алихан менен болғаны өте жақсы. Төртінші топ Камшат-Шенез Бағдәулет 4,7. Әлі де үйренеріміз бар деген сөз. Бесінші топ Бая менен Жанболат 4,7 орта балл. Алтыншы топ бізде Жаналези менен Аида 5 өте жақсы. Келесі жетінші топ Нұрислам мен Салтанат өте жақсы. Және 8-ші Динара мен Рамазан өте жақсы деген бағаны алып тұр екен. Және 9-ші топ бізде Жансая мен Әсем өте жақсы. Және 10-ші топ бізде Ақтөре, Ораз және Ағне өте жақсы деген бағаны алып тұр екен. Жаман емес оқушылар тек қана сәл даусымызды шығарып, ойымызды еркін айтып сөйлеуіміз керек. Былайша формула жаттауларың, есепті шығаруларың өте жақсы. Үй тапсырмасын белгілеп алайық. Үйге 8-8 аламыз. Және бүгінгі сабаққа жазу үшін біз Instagram парақшасына парақшасын ашып, бүгінгі сабаққа кері байланыс жазамыз. Бүгінгі сабақ өздеріңізге қалай болды? Үйренетіндеріңіз бар ма? Білмеген нәрсеңіз бар ма? Қай жері қызық болды? Немесе қай кезде қиын болды деген сияқты өзіміздің кері байланысымызды жазамыз. Және барлығымыз жазамыз. Қысқаша айтатын болса, Жансая, өзің кері байланыс ауызшаға жеткізіп бере аласың ба? Маған да өте жақсы ұнады, өте жоғары дәрежеде өте деп есептеймін. Себебі біз сыныптастарымыз бірге тригонометрия тақырыбын өте жақсы дәрежеде түсіне алдық. Сіздің өзіңіздің білгендігіңіз арқылы және сабақ өтесіңіз арқылы біз осы тақырыпты толық дәрежеде түсініп боламыз. Және қай бөлімді саңғы болады? Маған бәсі қызықты болды. Ең соңғы әдісі негізі жақсы. Қандай әдісі бұл? Трансляция және топпен